Сәлем, бұл видео 11 сынып оқушысының бір күні және наурыз ұбт-ға дайындық жайлы влог. Сонымен қатар видеоның соңына дейін көрсеңіздер, мен қаңтар ұбт-тан қанша балл жинағанымды айтатын боламын. Алдыңғы влогым сіздерге қатты ұнағанын көріп, мен шынымен қатты қуандым. Әрбір пікірлеріңізді оқып білуге мотивация алдым. Сол үшін сіздерге көп рахмет. Көпшілігіңіз қазақша озвучка жасағанды қалайтыныңызды жазыпсыздар. Сондықтан осы видеоны өз даусыммен дыбыстауға шешім қабылдадым. Қолдау көрсетіп лайк басып пікір қалдырсаң кетсеңдер маған өте маңызды. Енді бүгінгі күнім туралы айта кетсем, мен бүгінгі күнімді ерте бастадым. Нақтырақ айтқанда таңғы сағат 4-те тұрдым. Оянғаннан кейін алдымен дұға жасап, сосын күнімді жоспарлауға кірістім. Негізі мен жоспарды екі түрлі уақытта құрамын. Кейде ұйықтар алдында ертеңгі күнді жоспарлап қоямын, ал кейде таңертең тұрған соң құрамын. Яғни нақты бір ереже жоқ. Жалпы жоспар өте маңызды, әсіресе бір күннің ішінде көп тапсырма орындау керек болса, жоспар арқылы уақытты дұрыс әрі тиімді пайдалануға болады. Жоспарды әртүрлі тәсілмен жасауға болады. Жазбаша дәптерге жазсаңыз болады, немесе телефонға заметкеге жазып қойсаңыз болады, немесе неше түрлі приложениелер бар дегенде жоспар құруға арналған. Өзім осылай блокнотыма күнделікті жоспарларымды жазып отырамын. Ал мен бүгінгі күнімді уақытқа бөліп, нақты жоспарлап шықтым. Негізі мен әрдайым уақытпен жоспарлай бермеймін, кейде тек тапсырмаларды тізіп жазып қоямын да, соларды ретімен орындаймын, кейде жаңағыдай уақытпен жоспар құрамын. Осыдан кейін биологиядан дайындық жасаймын, яғни оқулық пен жұмыс видеосабақтарын қарап шықтым. Қазіргі таңда мен жүзарып курсын оқимын және Premium Pro деген бөлімде оқып жүрмін. Бұл жалпы бізде VPS Pro деп аталатын бөлім. Бұл бөлімнің ең ұнайтын жері қысқа уақыт ішінде барлық тақырыптарды қайталап шығуға болады, яғни өте тиімді. Сосын мен мектепке жиналып, дайындалып кеткен болатынмын. Енді мен мектепте ондай көп видеолар түсірген жоқпын, өйткені ұялдым сәл-пәл. Жалпы мектепте ондай түсіретіндей видеолар жоқ, өйткені мен жалпы мектепте тек қана курстың сабақтарын оқыдым, тесттер орындадым, жалпы класстан шықпай өттім десем де болады. Ал мынау менде look of the day десем болады. Бізде бүгін MVP болады, сол үшін осы форманы кидім. Біздің сабақтар мектепте 13-15-те бітеді, яғни бізде 6 сабақ болды. Мен сабақ біткеннен кейін автобусқа мініп үйге қайтқан болатынмын. Бүгін погода өте керемет болып тұрғандықтан мен үйге кіргеннен кейін далада кітап оқимын деп шештім. Шамамен 1 сағатта таза ауада биологиядан кітап оқыған болатын. Бірақ та қыстың салқыны бар дегендей сәл-пәл тоңып қалдым. Одан кейін үйге келіп, қайта кітап оқуды жалғастырдым. Жалпы менің күнім көп бөлек кітап оқумен өте тиімді болады, себебі мен үшін ең маңызды нәрсенің бірі тұрақты түрде кітап оқып отыру. Яғни біз өзіміздің режимімізді осы кітап оқуға үйрететін болсақ, кітап оқудан да ешқандай қиындық болмайды деп үміттенемін. Ал мынау менің бүгін мектепте орындаған тест нәтижелерім. Яғни мен мектепте бір тест емес, 2 тест орындадым биология пәнінен. Біреуі 50 балдық, ал біреуі 55 балдық болған. Одан кейін мен наурыз ұбт-ға дайындық ретінде биологиядан базаларды жаттаған болатыны. Жалпы биологияда мен үшін ең тиімді әдістердің бірі алдымен тақырыптарды, кітаптарды оқу, содан кейін оларды база арқылы бекіту. Осылайша тақырыпты жақсы түсінуге және есте сақтауға оңай болады. Осылай мен базамен әрбір тақырыпты бекітіп отырамын. Ең тиімді, қиын деген тақырыптарды бекітуге болады. Жалпы бұл не үшін? Шынымды айтсам, маған 10-11 сыныптың кейбір тақырыптары сәл қиын. Себебі олар өте ауқымды және терең болады. Оларды түсіну қиын. Сондықтан мен биологияда міндетті түрде базамен бекітуді жақсы көремін. Ал бұл математикалық сауаттылықтан бүгін қорытынды есеп шығарған есептерім. Бізде примерно 50 есепте болды. Одан кейін менде биологиядан практикалық сабақ болды, бірақ мен оны түсіре алмадым. Одан кейін кешке қарай ауыз ашқаннан кейін мен витаминдерімді ішіп алдым. Сосын химиядан 9 сыныптың кітабын оқыдым. Бұл да менде наурыз ұбт-ға дайындық ретінде химиялық элемент тарауын қайталап жүрген болатынмын. Яғни бұл тарауда жаттайтын реакциялар және де химиялық қосылыстардың атаулары өте көп. Соларды жаттап жүрген болатынмын. Химияда мен көбіне теориялық тапсырмалардан қиналамын, себебі оларды түсіну үшін көп оқу керек кітаптарды және сонымен қатар мәліметтерді міндетті түрде жаттап отыру керек. Жалпы химия оңай пән емес, кейде шынымен миыңды ашытып жібереді. Мен енді кешке қарай, яғни түнгі сағат 10-10:30-ға қарай тапсырмаларымды аяқтағаннан кейін жоспарымды бекітуге отырамын. Яғни қандай тапсырмаларды орындадым, жоспарымды орындадым ба дегенде, бүгінгі жоспарымның бәрін мен толықтай орындай алмадым, яғни бір тапсырма қалып қойдым. Негізі бұндай жағдай менде жиі болып тұрады,
яғни кейде 1-2 тапсырмамды орындауға үлгермей қаламын. Бұл мен үшін норма. Ал егер де мен тапсырмаларды мысалы тек күніме 5 тапсырма қойып, соның біреуін ғана істеп үлгерсем, онша мен жоспармен жұмыс жасауым керек, яғни бұл жоспар маған сай келмейді дегенде. Сіздер де осылай жоспарларыңызды қарап отырыңыз, сізге қандай жоспар сай келеді, оны өзіңіз опшнл арқылы таба аласыз. Ең маңыздысы өзіңізге сай келетін, ешқашан асықпайтын, барлық тапсырманы орындап білетін жоспар түрін таңдаған дұрыс. Ең маңыздысы тоқтап қалмауларыңыз керек. Ал енді қызық нәрсе, сіздер мені Қаңтар-Бұттан қанша балл жинады деп ойлайсыздар? Комментарий жазып кетсеңіздер болады. Видеоны стопқа қойып. Шыны керек, мен қаңтарда осындай балл жинадым. Бұл нәтиже мені толық қанағаттандырмады, бірақ мен бұл балға да шүкір етемін. Себебі бұл да менің көптеген еңбегімнің нәтижесі. Мен әлі де әрекет етуді тоқтатпаймын. Осымен менің бүгінгі күнім де, влогым да аяқталды. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Келесі видеоларда көріскенше, пока.